түсі. Санжар, менімен түсі, менімен. Санжар. Менімен түсі, менімен. Кетіңдер. Санжар деймін, Санжар. Қуасыңдар ма? Таң атпай не істеп жүрсіңдер? Айда атан сағат 9 болды ғой. Соны айтам аузыңнан соң ақ ұйықты отырсың. Кеттік тұр. Түн мен история түсіріп таңғы 5-те жатайын. Енді ұйқым қандай болды. Айпа, сендер естің ашты? Саламатсыңдар ма? Санжар ұйықтап жатыр, өздерің оята қойырсыңдар, иә? Онда жігіттерге күтте тұрыңдар, мен таңғы историямды түсіріп алайын. Қалай ет басында күн тиді басыма. Осының стористері бітпейді, полный сториске түсіріп жүрміз. Орал, я тебе покоряю! Осыны түсінбеймін әлісі. Әнен қайталай береді, өзі бірдеңе шығармайды. Ай-хай. Мәнінде біз жейтін ештеңе жоқ қой, қарным ашып бітті. Досым ойлаш, мына ішінде соқтың түр толып тұрса да, суши, пицца, қалай. Жігіттер, қашан соны армандық. Тек ойша тамаққа тойып жүреміз. Енді? Оны алатын ақшам бар ма не? Сол айтам, баядамды сау етті ғой. Жігіттер, естеріне болсын. Нағыз баядам, қолына біз боламыз. Құмашы, кеттік одан да намаймайды ұрып алайық, байлар. Ой, сендер бірден отыр. Ойларың бар ма? Бар. Жасай ма? Аздап. Жігіттер, аяқ-қолдарының барлығы сау ғой. Одан да еңбек етіп жұмыс жасайық. Сосын жаңағы мынаның ішіндегі тамақтардың барлығын жейміз. Тоқта. Отыр басып қайтсыңдаршы. Санжар, саған ана блогерлер фотосына мен үшін ақша төлей ме? Иә, төлейді ғой. Құмашы. Санжар, сен маған өзің айтты ғой төлейді деп. Ема, мен онда ертең алып тастаймын. Сосын арғытай айтайықшы. Қысқасы, бізге бір жұмыс жасау керек. Стройкіші. Асан Құмаш. Кімнің қолынан не береді? Мен сол әзірге история түсіріп дегендей. Мен бала бағаламын. Жылап атса, бұлай шайқайын. Таптым! Бала бағамыз өне. Санжар, сенде қанша оқырман? 2000-дай ғой. Сен біреуді оқып жүрсің бәне? Айтпайсың да? Инстаграмда дейді, подписчикті айтады. Кешші. Бірақ оның жартысы өзі туысқандарың ғой да. Құмаш, сенде соның өзде жоқ қой. Керек болса жасау аламын. Жасасау, блогер болу оңай дейсің бе? Міне, блогер боламыз. Тоқтаңдар, түсіндіріңдерші, не істейміз сонда? Ой, құттай шыдашы, енді образға айырып батқанда. Жігіттер, былай істейік. Қазақстандық блогерлер не істейді? Соны қайталайық? Давай, қарай онда. Қалын мен телефонды ойын. Мынаған қараш. Кіршкішін әнемесін, Кіршкішін не істейді? Бұлай істей ма, қаш? Жо, бұлай істейді қара. Мына нормальный сияқты да? Міне, әлішер, қараш мені, мұқты осы. Қалай істейді, бұлай істей ме? Ма соп атады, дүйел көдетті. Бірақ оны ертең біреулер сырттай көрсе, жағап жас болып ішіп алған деп ойларды. Сосын солардың телефондары мықты да бүйтіп, хоп дегенде басқа қаладан шығара салады. Құмаш ол монтаж ғой. Құмаш, монтаж ба не? Мен сонда телефон іздеп жүрмін ба? Сен мен нағой көресің бәлі, тупой дейсің ба? Бір ройын ба басыңа? Таптым! Бізге монтаж жасайтын бір адам керек.
Менде ондай адам жоқ. Алло, Шыңғыз, қалайсың? Шыңғыз, сенің бір көмегің керек еді. Аха, жақсы. Жігіттер, ол бір үйірмеге қатысады екен. Сонда келіңдер дейді, сонда көрейік. Кетті онда. Маған түсіндің ғой, дұрыс қой да? Енді сен басқаша движение істеп тұр. Енді мынандай сен жүр. 1 секунд. Кетті. Тағы да айталшы. Anda, bırak fotoğrafı. Что там отырмын? Ben böyle oturacağım. Батырсың досың қайда? Әне компьютерде отыр ғой. Компьютерге кіріп кетті, ол қатты өлетін сияқты. Чина, алло, Чина. О, жігіттер, келдер. Жігіттер, не әңгіме болған? Шыңғыз, сен жақсы етіп фотоларды, видеоларды монтажлайсың да? Иә. Ал біз мына достарымызбен блогер болсақпыз. Біздің фотоларымызды, видеоларымызды монтажлап берсең, а? Айтам, келсек. Так, осы сен дагашап бітересің ғой да? Так, қыздар, жігіттер, жалпы блогер болу үшін не істеу керек? Кім айтады? Дұрыс сөйлей білу керек. Қызықты өмір сүру керек. Монтаж болу керек қой. 12 Pro Max iPhone керек қой. Жалпы барлығы дұрыс, бірақ қазір көрермендерді таңғалдыру қиын. Сонда тез тану үшін не істеу керек? Әр адам әртүрлі. Мысалы, қазіргі блогерлар хайпты көп жасайды. Хайп? Хайп? Қалай шыққан? Дерсің, мықты емес шықты. Енді осыны жерде шай көткен мен. Енді осыны жақсылап монтажлап берсең. Жайт ал, ертең менен хабар күтіңдер. Ал жігіттер, онда қазірден бастап Instagram жүргізіп бастайық, история салайық. Давай. Кетті онда. Я как король в этом бите, меня не остановить. Если вы в меня не верили, будет бомба, держите. Я как Эйс Вентура, тура как Эйс Вентура. Я не аласыз. Мен блогермін ғой. Жақсы, жарайды. Сонымен не алатын болдыңыз? Қазір. Келмейді екен, келмейтін нес? Давай келіп спорласайық. Давай кел ал. Мен ұтсам, сен маған 1 сот бересің, ал мен сен ұтсам, мен саған 1 сот берем. Давай. Спор? Мен қазір келем. Қалай, бола ма? Бұлай, болады негізі. Мейлі төкіл көрейік. Онда мен историяны қосайын. Қалайсыңдар достар? Тағы да қайырлы күн. Мен қазір мына 2 досыммен бірге спор ойнайтын боламын. Короче, жеңілген адам задание орындайтын болады. Қазір мен тапсырма қоямын. Давай келе, Асан. Саған тапсырма қояйын. Қандай тапсырма қойсам болады екен, а? Давай. Шашың біраз өсіп қапты. Ендеше сен қазір шаштаразға барасың да, шашыңды өргізесің. Сосын маған ұнамайды деп ақшасын төлемей шығып кетесің. Қалай? Ома, смело.
Онда достар, кешке дейін бізді үзбей қарап отырыңыздар біздің историяларымызды. Ендеше давайте. Ал достар, бұйырса бір қызықтың көкесі болғалы тұр. Мінекей біздерде Асан. Қазір енді барасындағыны, банағыны орындайсың. Біз сыртынан қарап тұрамыз. Қазір мінекей келдік. Жігіт сұлтаны. Ал давай, саған сенеміз. Давай. Başımda vurdurayım öyle. Сомнением бар ма, не балпашка? Однажды жил-был мальчик молодой. Ол жақсы көрді воен түсіруді, өлең айтуды. Қаншама болса да қиындықтар, не грустил никогда. Запомните, все люди как люди. Чё, қарайсың ба? Да, қарай. Қалай? Маған жетті ма? Не болды? Маған жетті, маған жоқ маған вообще. Төлемеймін мынан ақшасын. Қалай мынаған жоқ, сен қалай сұрадың, мен саған солай жасап бердім ғой. Шоу за шаштарды ма? Бұны істей алмайсың. Мен шиқылсың, не алдып түсің. Братан, керек емес, төлейміз ақшасын. Батыр, не түсіруге болады? Түсіретін нәрсе көп қой. Беше мен шашымды қараңыз. Ема, бұлай дерскі шыққанды. Мана брат айналдырып көрсеткенде бұлай қолына бір рахмет айтқым келді. Қолы алтын екен. Батырасың. Санжар мен Асан тапсырма көкесін көрсетем. Ал сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін біз тапсырманы жалғастыратын боламыз. Кеше маған Санжар тапсырма берген болатын, бүгін мен оны орындадым. Енді мен оған обратно тапсырма берем. Бірақ бүгін ол жесткий тапсырма бар. Не берсек болады? Не береміз? Давай, сен ертең көшеде бір көрген машинаның алдына шығасың да билейсің. Давайте солай істейік. Солай кәм жесткий кетеді, атақты боламыз. Қылмашы олы, болмайды ғой олай. Онда желание орындайсың. Орындайсың ба не? Затындашы, ертең көреміз. Ал давайте достар, ертең кездесеміз. Ертең қызық қойын деп тұрды анау. Қорқатсың ба не? Жатайық құрсын. Жатайық. Ал жігіттер, бүгін жасайтын жұмыс көп. Бізге де оған жүру керек сияқты. По идее, нормальный идея негізінде. Онда бізге жақсы сценариймен әдемі қыз керек қой. Сценарий білмеймін, бірақ әдемі қыз точно керек сияқты. Қыз дейсіңдер ма? Онда мен сендерді блогер қыздармен таныстырайын. Біреумен мен танысам онда. Асан қума шешін. Кеттік. Кеше капчик киіне көтірдім бә? Түсіріп атырып сен баш кеше эфир мағақты болды. Ал мен эфирде кеше шырдым. Привет, Санжар, қалайсың? Привет, жақсы өзің? Жақсы. Танысып қой, мына менің құрбыларым Зеля және Свет, ал мен Нази. Менің атым Санжар, мына менің достарым Асан және Батыр. Қыздар шын аттарында айтасыңдар ма? Наз. Айнамкөз. Назым. Екеуіңдікі түсінікті, бірақ Sweet деген мағынасы қандай? Тәтті. Қыздар келген шаруаны білесіңдер. Жігіттер, бірден айтайық. Вайндары қызықсыз болса, біз түспейміз. Осыған статистиканы бұзып, уақыт созбай. Хотя бы сценарийларын біле ме? Әзірше жоқ, жазылып білеміз онда. Адамды құрсты. Әлде қандай ғой? Кісі өздерінше. Тәтті деп қояды ғой, тәтті жоқ. Тоқтаңдаршы. Адам дейді, кличка негізі атына қарап, түріне қарап қояды ғой да. Тәтті дейді, түрінен. Анан аштылықты көрдім ғой.
Жетті. Аналармен вайн түсірмейміз. Нені істейміз? Бірінші тамаққа тойып алайық, сосын ар жағын көрейікші. Бүгін бір адамдар тапсырма орындайды дегендей. Тартылып кетіңдерші. Кім отыр, Үшеуің де келіңдерші бері. Істеушіңдер. Үйге бара жатыр. Мынау біздің район ғой. А че жүруге болмай ма? Жолын төледе жүре бер. Сен не дейін келіп тұр? Я как король в этом бите, меня не остановить, если вы в меня не верите. Құрғыр шашын несіп таңсың, қыз құсап. Бүгін не болып кетті? Қотыратқа соқырат! Жүріңдерші. Сен де жүргет. Екеуіңе жалғыз өзің жарайым ма? Был мен үшін оңай, просто крикни зорай, и все будет all right. Жігіттер керек емес, керек емес. Қашты! Бізге керек number one хайуан. Хайуан. Бізге керек number one. Жігіттер, şu жаққа бөлінейік. Сөйтейікші. Давай, кешке кездесеміз. Давай. Мектептерінен келдер, келіп жүрі қалаға жеткенде селлер күнделіктерінде толған үштіктер мен екіліктер, блогерлер, тиктокерлер, инстамодельдер болғаса келеді қазіргілер, болып үлгіргендер актер менен әншіліктер бар. Жұтым санжар көрдің бе, нағылай? Келім деймін? Білем жак, деген негізі. Неге нағыз жатыр? Білем, тапсырмадан қорықпаған шығар. Не келе жатыр? Қайсың? Не болды, орындауға қорқып қалдың ба не? Жо, кетті жасып жақ. Давай жасайық. Онда мен қазір дұрыстап түсіріп алайын. Дұрыстап түсіріп алайық. Болды, нормально. Так, күтіңдер. 1, 2, 3, кет. Сәлем достар, қалайсыңдар? Кешеден бері бәрін сұрап жатсыңдар. Тапсырманы орындамай ма деп. Мінекей сол тапсырманы орындауға келіп тұрық. Сол тапсырманы айта кетейік. Қазір кез келген машинаға Санжар барып, үстіне мініп лезгинка билесін. Ал Санжар дайынсың ба? Аха. Ё-моё! Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Көңіл күйлерің қалай? Менің көңіл күйім өте тамаша, достар. Бүгін жұмысқа келдім айтпақшы. Жұмысқа келсем, мынандай ұрылар іздеп отыр екен. Мындар соға түргілерін қараңдаршы. Менің парақшама тіркеп кетіңдер, құрметті достар. Мен сендерді күтем. Пока. Мен мықты звезда боламын ғой бір күні. Так. Блогермін деңдер. Ал балдар, алдарты осы болатын осыны. Сендерді өзім қадағалап отырамын, түсіндіңдер ма? Ана инстаграмға дұрыс нәрсе салыңдар. Болмаса мені белгілеңдер. Бар, түсіңдер бар. Анасы, сізді қала тұрсаңыз. Жалпы, сіз өзіңіздің балаңызды қадағалап қойыңыз. Енді қазір білесіз, не бір жағдай болып жатыр, не бір еліктеушілік, не бір бұзықтықты көреді де банағы жағдайды жасайды. Енді қайта ана жерде мен сияқты өте мейірімді, ақылды, бір жаңа еңбекқор адам жолығып қалды. Әйтпесе, ой, жаман болады ана нәрсе. Рахмет көп сізге, түсінгеніңізге. Әрине енді. Енді бала болған соң тентек болмайды, тұрмайды. Үйге барған соң енді өзім қадағалап сөйлесетін болам. Рахмет сізге көп. Әрине, оқасы жоқ, бірақ енді қалай айтсам екен, жаңа келісу деген бар, өзіңіз білесіз енді. Қысылмаңыз, айта беріңіз. Айтқанда менің көлігім жаңағы. Түсініп тұрмын, барлығын түсініп. Енді бұл нәрсені енді қалай айтарымды білмей тұрмын. Жарайды, енді айтайын, өзіңіз енді қысылма деп тұр екенсіз. Бір литровый там болса бір. Там? Иә.
Жақсы. Мен рахмет сізге көп түсінгеніңізге. Әрине. Қазір 5 минутта әкетіп беремін. 2 әкетіп беремін. Жоқ, біреу жарайды маған. Литровый болса болады. Рахмет көп сізге. Алғысым шексіз. Сау болыңыз. О! 5 минутта ғой, 5 минутта 1 литровый там. Мақты. Иә, соны айтамын. Айтпақшы санжарсаң хит болсын ғой. Инстаграмда кәдімгідей бүкіл танып сөйтіп жатыр ғой. Айтпақшы жігіттер, бүгін дейтін паркте шайыққа отырғызбайын дедір дейді. Барамыз ба, не істейміз? Ұмыту бірталай, мен сені мәңгі есте сақтаймын. Сол бір қалыпты сезіммен, сені жанымда сезінем. Өзіне сағына мен күтем. Сыйластықтың алауын өзім жақтым, сенің думан тойыңның әнін естіп. Есігіңді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша көңілді күн. Кеш жарық достар. Бүгін Орал қаласында алғаш рет жастар патиін достырмақшымыз. Жастардың басын қосып, білісіп, танысып, өнерлерін тамашаламақшымыз. Осы бүгінгі жастар патиінде алғаш рет бізге қонақтар келіп тұр. Бұл қонақтарымыз Орал қаласының танымал блогерлері. Сіздерге барлығыңызға таныс адамдар. Жұмабаев пен Акбараков. Қарсы алыңыздар. Шапалақ. Қош келдіңіздер. Қайырлы кеш, қадірменді қонақтар. Қош келіп жатсыздар. Қанеке, көңіл күйлеріңіз қалай, балақайлар? Жақсысыздар ма? Жақсы дегендер оң қолдарын көтеріңдер. Ал, тамадылар ғой. Алға ұмтыл тек алға, алда қойған мақсатқа, қолсыз армандарға сен. Атқан әрбір ақтанға үміт арқала, қолсыз армандарға сен. Болашақ жарқын болсын, бірлікпен орда толсын. Жетелетін бізді тек алға, бәріміз бірге бір үйдің баласындай. Қол ұстасақтан қалмай, жылжимыз сонда тек алға, бәріміз бірге бір үйдің баласындай. Бірлігімізді сақтай, жылжимыз сонда тек алға, бәріміз бірге. Қаламызда осындай сіздер жастар көп болсын. Мен өте қатты қуаныштымын осы жастардың барына. Өнерлеріңіз үстем болсын. Әрдайым осылай жарқырап жүре беріңіздер. Жалпы өнер жолында жүрген адамсыздар ғой баршаңыз, иә? Қандай да болсын бір қиындықтар болып жатса, оған қарамаңыздар. Сізді алға ұмтылыңыздар. Осылай әрдайым жоғарыға көтеріліңіздер. Ал, қайдасың достар? О, привет, Санча, қалайсың? Жақсы. Мен біраз тұрып жатыр ғой сен. Кстати, алдындағы вайндағы жын түсіреміз. Бізде вайн түсіретін уақыт жоқ. Кетті, Санчик. Сенім артып бірге кеттік шайқас отырысқа. Турбомотор, камераның алдында турбомотор. Чотан браток, офисалан бәріне аригато. Санжар! Не oldu? Менде бір көшті жаңалық бар. Шықсай сосын айтам. Қазір шығам.
Енді айтса енді. Қаз кішкене сізді, сосын айтам бар. Айтса енді тез айт. Қаз алсаң келсін, сосын айтам. Мен анау дейтін кәм, күшті жаңалық қой. Сендер таң қалып қаласыңдар. Мен мықты деймін. Күшті отыра тұрайықшы. Күшті кәмді деймін, сен білмейсің. Айтса енді. Қазір кішкене сәл шыдайшы, енді күшеш. Қойсын. Қайсың, Мен что-то енді айтшы енді. Алсаң келген соң айтам деді ғой. Жігіттер сендердің армандарын береді ғой. Қандай? Үйде армандап едіңдер ғой. Енді? Сол армандарың орындалайын деп тұр жігіттер. Қалай сонда? Бізді суши сет 07-ге рекламаға шақырт. Юғыз! Ақшы! Ла-ла-ла-ла! Бізді ма? Кәм, бізді рекламаға шақырт. Қалай басында күн келді басыма. Жеге, біздің осылай барттерға суши жеп отқанымыз басқалар көретін болса, іштер күйеді ғой кәдімгідей. Жігіттер, маған рахмет айт. От души, брат. Сіздер асықпай таңдап мен қазір. Таңдаймын. Баса бер, тіпті қоса бер, алда қиындық болса да тоқтама еңбекпен. 4, now, 3, now, 2, now. Бізге керек number 1 хайуан. Хайуан. Бізге керек number 1. Я как король в этом бите, меня не остановить. Если вы в меня не верили, будет бомба, держите. Я как Эйс Вентура, дура как Эйс Вентура, дура как Эйс Вентура, дура как Эйс. Истерика, я взорвал без телека. Бездельника, все видели во мне бездельника. Это там сразу? Кеттік. Біз басында түсіріп алдық, енді қазір сөйлеп монтаждап сала қоямыз ғой. Инста сала еді? Түсінбедім, ақшасын төлейсіздер ме? Қайдағы ақша, біз блогерміз. Болсаң қайтейін, енді мына жеп ішкен жерімді мен төлеймін ба? Сіз дұрыс түсінбедіңіз, бізді бартерге, яғни рекламаға тамақ ішуге шақырды. Кто? Сіз осы жердің бастығы. Нас ни о чем таком подобном не предупреждали. Біз блогерміз. Ладно, поняла, блогеры. Покажите, сколько у вас подписчиков. Подписчик değil mi? Подписчик. Қараш. Айналайын. Мынадай оқырман бізге келетін әрбір қонақта бар. Так что ничего не знаю, ақшасын төлеңдер. О үшін бізде ақша жоқ. Не дейсің сен? Ақшаң болмаса несіне келесің? Қарағым, шақырш бар бастығың. Сен менімен қалай сөйлесесің? Охрана! Осының бәрі үшін батырға рахмет етек. Сол айтамын, соның арқасы қой бәрі. Жігіттер, қойындаршы. Көпірме тез жуындаршы, бізге ыдыс керек. Алло, Асан. Иә? Жақсы өзің? Қайда екенімді айтсам күлесің? Жарайды. Короче, былай. Так, достар, мен қазір үйдемін, мінеки шашымды дұрыстап жатырмын. Мына шаш қалай маған ұнайды? Маған нормально мына шаш. И сосын бұл шашты мен дейтін бояп алсам ба деймін да. Қызылға, либо Джокер сияқты жасылға бояйын ба. Или сарыға боясам ба екен, достар, комментке қалдырып кетіңдерші. Вообще бояйын ба мен мынаны? Санжар, тасташы ана телефонды. Сен блогер болам дегелі бар ғой, не бір жағдайға ұрындың? Уақытыңды босқа өткізіп жатсың. Ойка, онсыз да демалыс қой. Болсашы. Қысқасы менің бір танысым бар, биден беретін. Сені сол кісіге жазып қойдым. Түрлі ұлттардың биін үйренесің. Мама, бірақ мен... Осыдан бар ма?
Қылмеймін дедің ғой. Тысташып қойшы. Саған кім керек? Кел қысылма. Не ғой, үйірмеге келген би осында ма? Иә, осында, кіре бер. Қорықпа, жемейміз. Қыздар, сен бұрын-соңды биге қатысып көргенсің ба? Үйретпейм ма не? Қоғаш. Иә, үйренейін деп педің. Қыздар, кейіне көз кетіп қайталай қазақ қойып кетеді. Кете алмай, ете алмай, тойладым тек хит туралы. Надо стрелять и не терять время, опять вайндамамать не буду. Жүрегіңді келтір темпқа, бұл жерде керек рифма. Өтірік сөздерімді тыңда, фукіно, фукіно, Менің жұмыста бір әріптесімнің жалғыз баласы сендер ұқсап жасамайтынды жасап, аяғын сындырып алып. Аяғы қатты сынған сияқты. Тез арада емдемесе, жағдайы қиын. Мамасы зарлап отыр. Емдетейін десе ақша да жоқ. Сол енді халықтан көмек сұрайтын сияқты. Бәрі жақсы болып кетсе екен. Надо стрелять и не терять время, опять вайндамамать не буду. Жүрегіңді келтір темпқа, бұл жерде керек рифма. Санжар, не болды саған? Жігіттер мені біреу мазалап жүр. Не болды досым? Егер сізді бір ой мазалап жүрсе, онда оны бірден ішпейміз, шығарып тастаймыз. Асап қылмаш. Айтшы енді. Короче, мен мамамның жұмыстасының баласы аяғын сындырып алған. Оған енді көп ақша керек екен. Оның үстіне ол бір үйдің жалғыз екен. Енді соған сбор жасап ақша жинексақ қалай? Жақсы, мен келсем. Кеттік онда, түсірейік. Мәме ойым, сендер қызықтырмай ма не? Сен әрқашан бізбен біргесің ғой? Бірақ кеттік. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздерге ерекше жағдайды баяндағымыз келіп тұр. Жалпы қазақта көп түкірсе көл, жұмыла көтерген жүк жеңіл деген керемет сөз бар. Қысқасы достар, осы видеода көріп отырғандарыңыздай біздің досымыз аяқ астынан құлап аяғын ауыртып алды. Біздің қатарымызға қайта қосылу үшін аз ғана қаражат керек. Сізбен біз болып қайта шауып кетуіне ат салысайық. Әр жасаған жақсылықтың қайтарымы бар. Я достар, тым болмаса осы видеоны тарату арқылы көмек қылсаңыздар. Мама, сен әлі ұйықтаған жоқсың ба не? Қайда жүрсің балам? Сол жай жүрген. Мен сенімен мақтанам. Жарайсың, жаным сол. Мама, сенде бәрі дұрыс па? Қызым көтеріп тұрған жоқ па? Сендер салған видеодан кейін қаражаттың 70% жиналыпты. Yes! Шешінші мына бәлен. Көрмеген сен болсын. Жігіттер, менің қуанышымда шегі жоқ. Айтпа, кішкене ғана жақсылық жасап, көп қуаныш алам деп ойламаппын. Мынау бір кайф сезім екен да. Жалпы менің түсінгенім, кішкене ғана жақсылықтың өзі үлкен жетістіктерге жол ашады екен. Соны айтшы,
Біз қаншама хал жасадық. Әкелгені тек арзан атақпен шығын ғана. Ал кішкене ғана жақсылық ол үлкен қуаныш. Эх, ребят, это сын. Таңдаған өмір осы өзгеріс, сол менің досым. Шүкір еттім барына, мен тек басымыз аман болсын достар. Айтуым дұрыс па, сенім артып бірге кеттік шайқас отырысқа. Турбомотор, камераның алдында турбомотор.